Аппақ келін. Аппақ келін. Аппақ келін. Аппақ келін. Аппақ келін. Аппақ келін. Девушка красивая. Ал қош келдіңіздер, тойдың болғаннан болады. Барлығымыз неше айдан бері оны күтіп жүрміз. Капризная, наивная. Я скажу с ума. Асықпын саған, ғашықпын саған өзіңе ғана. Сен өкешің кішкентай кезінде тастап кетті білемін. Киноның ең керемет жері қазіргі актуальный ене мен келін және баланың тәрбиесі деген драма сценасы көп ұнады маған деген. Девушка красивая, черные глаза. Капризная, наивная. Я схожу с ума. Асықпын саған, ғашықпын саған өзіңе ғана. Кешірдім. Кино ұнады, әсіресе Қанат ағаның мама деп алғашқы рет айтқан жері өте қатты әсер етті, жүрекке жетті, жыладық. Аппақ келін фильмі маған ұнады, ең басы отандық өнім. Және актерлық құрам өте керемет, сценарий жақсы жазылған. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген дүние бар қазақта. Бірақ кемпір шалдың тәрбиесін көріп өскен балаларда қор болмайды. Ол да жаман емес, бірақ десек те өзінің туған ата-анасын анашым, әкешім деп атай алмаудың да қиын тұстарын көрсете білген. Әсіресе жаңағы қазіргі заманда өкінішке қарай жаңағы психологтарға бару, ішкі өзіңнің ауыр қиын тұстарыңды сыртқа шығару деген мәселелерді алға тартатын болсақ, онда әсіресе кемпір шалдың балалары кеп көретін фильм, іштегі шерді шығарып алатын фильм. Қандай шаруамен келдіңіздер? Біз әйеліміз екеуміздің қосылғанымызға 6 жыл болды. Біз әлі бала сүйген жоқпыз. Балалы бола алмай жүрміз? Өте үлкен проблема қозғалды деп ойлаймын. Менің жан-жағымда осындай проблемасы бар адамдар өте көп. Менің туған ағамның өзі дәл осылай өскен. Сондықтан қатты тиді. Сен оның ортасынан былай қарай полный жылап отырсың. Сағаншы? Мен әлі жылап тұрмын десең. В общем, бұл проблема қазір қазақта барлығында 90%-ында бар ғой. Бірақ бүгін көбінесе анда орыс тілді не келіпті де, негізі ауылдан бастап бүкілін алып келу керек мына киноға. Біз Алиханды қалаға алып кеткімізге отыр. Не бар қалада? Өздерің енді кетіп бара жатсыңдар. Әлі үйреніскен жоқсыңдар. Сонда не ана бала сендермен бірге сандалып жүре ма қаңғырып? Бармайды, ауылда қалады. Маған кино қатты өйткені мен өзім ата-апам қолында өскен. 5-ші сыныпқа дейін ата-апам қолында өстім, 7 айлығынан бастап. Сол үшін маған өте қатты жиза болды. Ал есте қалған момент сол жаңағы кімнің? Қанаттың мамасына мама деп қалай айтады деген осы жеріңнен есімде қатты қалды. Әсерлі болған жер осы. Фильм өте тамаша. Кәдімгі әсермен бір-екі жерінде жылағым да келіп сондай бір күшті әсер алдым. Жеңіл бір комедия емес, сонымен қатар айтар ойы бар, салатын бір ойы бар деген сияқты, әдемі қорытынды, әдемі түйін, қазақи бір дәстүрімізді дәріптейтін, ауылдың бір иісі шығып тұрған сондай бір тамаша фильм екен. Кайф. Алихан, қорқпа! Әжең қасыңда! Алихан, айналайын баладан! Өте керемет, қатты ұнады. Салауат, қай сахна өзіне есте қалған? Мен үшін есте қалған сахна Қанаттың психологпен сөйлесетін жері. Сосын соңында бір өте керемет жері бар, оны көріп жатасыздар өздеріңіз. Қанаттың драма ойнайды, Қанат ойлашы. Қанат Әлжаппар драма ойнайды. Жылатып жіберетін жері бар. Сол жері енді қатты жүрегімізге тиді. Комедия көру үшін мүмкін көреміз деп келген шығар адамдар, жоқ. Біз осы мәселені көтердік. Әрі комедия, әрі ар жағында трагедия да бар. Драма десек те болады.
сөйтіп бәрін көрсеттік. Демек, көрермендеріміз жылап отса, оның жүрегіндегі бір нүктесін баса білдік деп ойлаймын.